Міне мавзолейдің алдында көріп тұрсыз ғой, дөңбешікті домалақ әдемі салынған. Бұл Ахмет Яссауи жер астындағы үйі кезіндегі қылует дейді. Жер асты мешіті. Қылует сөзі арабшадан халауәтүн, яғни жалғыз оңашалап өмір сүруге ұмытылу деген мағына береді. Жаман әдептен құтқаратын қылует деп айтады. Құлшылық етіп жер астында өмір сүргенде шайтанның ләззаттарынан арылып, қалаулары, ниеттері жанып жоқ болады дейді. Ахмет Яссауи пайғамбар жасына жеткеннен кейін ғарға түскен. Жер астына Мұстафаға аза тұтып кірген екен. 63-те хабар келді. Құлым жерге кір деген, жаныңмен шыбын жанды бер, ху семсерін қолға алып нәпсіңді қыр деген. Міне осының ішінде Ахмет Яссауи өмір сүрген жер астында. Қазіргі кезде бұл жабық, оған ешкімге кіргізбейді. Міне қылует жер асты мешіті деген осы. Көріп тұрғандай, оның астында жалпы бір адамдық ғар бөлмесі, жамағат залы, шәкірттерге арналған құжыры бөлмелері және дәрет алатын орындар бар.